Саламатсыздар ма, қымбатты достар? Бүгін ер азаматтарымызға арналған отағасына арналған осындай бір әңгіме қозғайық. Негізі адам баласы өмір сүргенде көптеген қателіктер жібереді деп айтып жатады, иә? Сол қателіктерді жібермеу үшін мен өз басым ер адамдарға арналған сабақ өтпеген екенмін. Сондықтан да бұл өмір сабақтары болғандықтан жас өсіп келе жатқан жеткіншектерге, жігіттерге арналған сабақ деп айтуыма болады. Бұған себеп болған естіген бір әңгімем. Негізі қазақтар кәрі адамдарды сыйлайтын болған, иә? Қазіргі заманда негізі мына кәрілер үйі деген көп болып кетті. Сол кәрілер үйінде жұмыс жасайтын бір таныс әйелдің әңгімесін сіздермен бөлісейін деп ойладым. Негізі ол адам жас кезінде өте көрікті, жақсы жұмыстар атқарған, керемет, сыйлы деуге де болады, сол заманның азаматы болған екен. Бірақ та әйелінің қадірін білмепті. Көптеген жастар мен енді жас қыздармен жүріс жүріп, болашағын ойламай, кәрілігін ойламай, көптеген қателіктер жасаған екен. Сол адамның енді жастарға айтқан осындай өмірде қателік жасамас екен деген бір тілектерін айтып кеткім келіп отыр. Ол адам өзі енді жастар қазіргі кезде көптеген қателіктер жасап жатады ғой, енді періште көкте ғана деп айтады, бірақ та жастарға үлгі болсын, бұл сабақ болсын деп бұл әңгімені айтып кеткім келіп отыр. Негізі өмірде бумеранг деген бар. Я біреу білсе, біреу білмей жатады. Адамның көзіне көрінбейтін, бірақ та қайталанып келетін сондай қуат деуге де болады. Ол атаңа не істесең алдыңнан со шығады деп негізі қазақ шағын ғана қылып түсінікті қылып айтқан. Негізі қазақ халқының әрбір мәтел мақалын алып қарайтын болсақ, бұның барлығы тұнып жатқан өмір деуге болады. Әр мақалынан, мәтелінен, жұмбақтарынан да өмірге сабақ алуға болады. Міне сол атаның айтып кеткен өміріндегі жіберген қателіктерін болашақ жастар жібермес екен деген оймен осы сабақты айтып кеткім келіп отыр. Ол адам енді көптеген жүріс жүрген екен. Жас кезінде әйелінің қадірін білмеген, балаларының қадірін білмеген, үйге келіп міндетті түрде әйелімді ұрып соғып, балаларымның шырқын бұзып, осындай өмір сүрдім деп айтқан екен. Әйелімнің ешқандай қадірін білмедім, ұрып соққандықтан әйелім ауру болды, кейін ертерек қайтыс болды. Балаларым өздері мектептерін бітіріп, оқударына түсіп, үйленіп, өздері бір үй болып кетті, бірақ та маған қарамады депті. Нені ектім, соның жемісін жедім дегенді айтқан екен ол кісі. Сондықтан да жастар, егер де сіздер қазіргі кезде ойланбай, біреу бір қандай да қыздардың обалына қалып, осылайнан жас болып жүре берем, барлығы жақсы болады деген ойда болсаңыздар, біраз ойланыңыздар. Себебі өмірде бумеранг бар. Сіздер жылатып кеткен қыздар болатын болса, ертең сіздің қызыңыздың, егер де қызыңыз жоқ, ұлыңыз болып жатса, немереңіздің алдынан шығуы мүмкін. Сондықтан да бүгінгі күні ойланып, осының барлығын қателік жібермеуге тырысып, егер де қандай да бір жіберген қателіктеріңіз болса, біраз жасқа келіп қалған азаматтар Алладан кешірім сұрап, негізі Алла кешірімді дейді, иә? Негізі құрбандық, барлық кешірімді енді құрбандық мал жуып шаяды деп жатады. Құрбандық шалып, Алладан кешірім сұрап, өздеріңіздің ұрпақтарыңыз аман болуын, сау болуын
сұрап Аллаға жалбырыну керек деп айтып жатады. Енді оны мына білген оқыған имамдар айтып жатады. О жағындағы сұрап білудеріңізге болады. Қалай енді күнәні кешіруге болатын дұғалар оқып, мешітке барып, садақа беріп, негізі мына алдарыңыздан шығып жатқан қандай да бір садақа сұрап отырған адамдарға садақа бере жүріңіздер. Өйткені садақа көптеген қиындықтарды, кешірімдерді алады деп айтып жатады, иә. Сондықтан да ол сол қайыр тілеп отырған адам, ол да бір атаның баласы шығар. Сол атасының істеп кеткен күнәсін өтеп отырған бір пенде шығар. Сондықтан да бүгінгі күні ойланып, бүгінгі күні қателік жібермей, жіберген қателіктеріңізді жуып шаюға, енді ондай қателіктерді жасамауға, егерде жас болатын болсаңыздар, мүлде қателік жасамауға тырысып, өмірде жақсы өмір сүруге, қандай да бір сауапты істер істеуге, өз ұрпағыңызға, жеті ұрпағыңыздың жолын ашуға көптеген сауаптар алударыңызға болады. Садақа бере жүріңіздер. Барлық жақсылықты бір Алладан тілеп, мұсылман халқы болғандықтан біз Алла дейміз, иә. Сондықтан да өздеріңізге сауап жинай жүріңіздер. Қателік жібермеуге тырысыңыздар, ешкімнің көз жасына қалмаңыздар. Сондықтан да өмір қайталанып келмейді, иә. Адам баласына қанша уақыт берілгені белгісіз. Сондықтан да бұл өмірде сауап жинап өтіңіздер. Бала шағаларыңыздың болашағын ойлаңыздар. Немереңіздің бақытты болғанын, балаларыңыздың бақытты болғанын, жеті ұрпағыңыздың бақытты болғанын бүгінгі күні ойлаңыз. Сау саламатта болыңыз. Мен әр қазақтың жігітіне сенемін. Олар ақылды да білімді қазіргі жастар. Сондықтан да қателік жібермейді деп ойлаймын. Сау саламатта болыңыздар.